Сәлеметсіңдер ма, балалар? Қалдарың қалай? Балалар, бізде қазір математика сабағы. Ортақ тақырып сәулет, бөлімше, фигура салу. Сабақтың мақсаты әртүрлі фигураларды салуды үйренесің. Балалар, осы мақсатқа қол жеткізу барысында бәріміз мына бейне жазбаны мұқият қарайық. Біз әртүрлі геометриялық фигураларды қайталадық. Берілген фигуралар жиынтығын екі топқа бөлуге болады. Жазық геометриялық фигуралар және кеңістік геометриялық фигуралар. Жазық геометриялық фигуралардың барлық нүктелері бір жазықтықта жатады. Ондай фигураны қағаз бетіндегі тақта бетіндегі сурет түрінде көруге болады. Барлық нүктелері бірдей жазықтықта орналаспаған фигуралар кеңістік фигуралар деп аталады. Бүгін сабақта кеңістік фигураларды оқып үйренеміз. Тікбұрышты параллелепипед және оның жазбасын әзірлеу. Тікбұрышты параллелепипед бұл белгілі фигура. Тікбұрышты параллелепипед тәрізді фигуралар айналамызда кездеседі. Олар шкаф, аквариум, кітап, ойын текшелері. Тікбұрышты параллелепипед барлық қырлары тік болып келген фигура. Алдыңғы бүйір жағы, артқы бүйір жағы, оң жақ бүйірі, сол жақ бүйірі, жоғарғы табаны, төменгі табаны. Берілген тікбұрышты параллелепипедтің бетін қырлары бойымен қиып көрелік. Тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы шықты ма? Тексеріп көрейік. Тікбұрышты параллелепипедтің басқа да жазбаларын қарастырайық. Мына тікбұрышты параллелепипедтің жақтарына қараңыз. Кейбір жақтарының түсі бірдей екенін байқадыңыз ба? Түстері бірдей, жақтардың өлшемдері де бірдей екеніне назар аударыңыз. Біз осы мәліметтерді ескере отырып, тікбұрышты параллелепипед жазбасын оңайсыз аламыз. Алдымен алдыңғы бүйір жағын саламыз. Содан соң тікбұрышты параллелепипедтің үстіңгі табаны мен оң жақ бүйірін сызамыз. Енді біз тікбұрышты параллелепипедтің астыңғы табаны мен сол жақ бүйірін сызуымыз керек. Соңында тікбұрышты параллелепипедтің артқы жақ бүйірін сызамыз. Қараңыз, біз тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын сыздық. Балалар, бейне жазбаны көріп бітсек, дәптерімізді ашып, күн атауын жазайық. 2 желтоқсан, каллиграфиялық сәтке 2 цифрын барлық талаптарға сай етіп жазамыз. Жазып бітсек, балалар, оқу тапсырмаларына назар аударыңдар. Бірінші оқу тапсырмасы оқулықтарыңның 44-ші бетіндегі 6-шы тапсырма. Бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші фигураларды сызады, екінші фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлшейді, үшінші олардың периметрін табады. Балалар,
бірінші оқу тапсырмасы түсінікті болса, екінші оқу тапсырмасына назар аудара қойыңдар. Екінші оқу тапсырмасы оқулықтың 45-ші бетіндегі 10-шы тапсырманың бірінші және екінші бағаны. Яғни бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші өрнектердің мәндерін есептейді, екінші көркем жазады. Ендеше балалар, үшінші оқу тапсырмасына назар аудара қойыңдар. Бұл оқулықтың 45-ші бетіндегі 10-шы тапсырманың бірінші және екінші бағаны. Бұл тапсырма мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, берілген аудан өлшем бірліктерін кіші өлшемдерге айландырады. Екінші, салыстырады. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, сабағымызды қорыта келе, сабағымызға кері байланыс жасаймыз. 3 леп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті дегендерін. 1 леп белгісі, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлі де сұрағым бар дегендерін. Ал тек сұрақ белгісін ғана жазғандарын, әлі де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындала қойыңдар.